Ағаларыңыз насылдым, қалайсыздар? Алдағы уақытқа деп па? Жаңа айтылады, жау, дұшпан, білмеймін, ағымда не келеді, соны бір қарап жіберейік. Бәріне болашақ қызық қой. Көрейік. Ұзақ түсірмеймін. Күтпеген тосын сыйлар. Құдайдың өзі қолға алыпты. Сіз бір сынақты сабақты өткен шығарсыз. Жақсы қыздарға жақсы жігіттер деп па? Жақсы адамдарға жақсы жаңалықтар. Ал бұрынғыңыз сізді сатып кетіп, алимент төлемей, бала-шағадан айырып, білмеймін, бала-шағаға да көмектеспей, маған алимент кетіп жатыр, жазасын алады. Туған балаларына қараспаған, үйден қуып шыққан, ондай жағдайлар өте көп. Жазасын алады. Өте ауыр. Білмеймін, андай жаман аурулар бар ғой, венерологический қандай жаман аурулар, қазақша жаман ауру дейді, соны білемін. Жыныстық қатынаспен жұғатындар, сондай жаман аурумен. Айбай, маған да іріп шіреген келіп жатыр. Сізге бір тылсым бірдеме. Түс көрес па, аян көрес па, бір тылсымнан бірдемелер. Қасиетіңіз, арқасы барлар, енді ертең алдын 3 күн, ай туғаннан артын 3 күн, арқасынан 3 күн қозғайды. Бір өнер ма, бір қасиетіңіз ашылады бұл жерде. Үлкен өзгеріске ұшырайсыз, өміріңіз бұрынғыдай болмайды. Өз-өзіңізбен жақсы дос болып үйлесімде боласыз. Өмірді көп нәрсеге көзіңіз ашылады. Түсінбей жатқандарын көбіне түсінетін боласыз. Сіздің уақытыңыз келді. Өз күшіңізді, өз құтыңызды, өз қасиетіңізді аласыз. Кәдімгідей дайындады сізді осы жолға. Өте ұзақ уақыт дайындады. Сіз де дайынсыз, толық дайынсыз ол күшті қасиетті алуға. Маған нағаш жұрт келіп тұршы. Нағаш жұрттан. Үйдің жақсы ағашынан, домбыран жақсы ағашынан, жігіттің жақсы нағашыдан деп па? Мұңайып, көре алмай, басында қиындықтар бар адамдар жолыңыз ашылады. Сіз өзіңізде бір жақсылық жасаған екенсіз. Біреуді құтқарып қалдыңыз ба, біреуді бір өлімнен құтқарып қалдыңыз ба, біреуге бірдеме тамақ алып бердіңіз ба, ол аш. Мүмкін біреуге бір сөз көмек па, ол өлгісі кеп, мысалы үйіне барып. Енді әртүрлі менде жағдайлар болған. Адамдар мысалы
не істерін білмей салды, болды бүгін ертең өмір сүргім келмейді деген сондай жайттар да болған. Сондай адамдарды құтқарып қалдыңыз ба? Солардың арқасында сіз бір бәледен құтылып, өз ырыс несібеңізге қолыңызды жеткізесіз. Иә, ұзақ уақыт дуа сиқырда болған екен, солардың бәрі быт шығады. Жасаған адамына қайтып барады, өте ауыр жазалас. Өкінбек түгілі өмір бақи көрінде болып кетеді. Адам тағдырмен, адам баласымен ойнауға болмайды. Әбден құтырып біткен екен. Сізде бәрі жаңаша басталады, өміріңіз жаңадан басталады. Не ексең соны орасың дей ма? Әділмен өмір сүрдіңіз ба енді міне? Баршылық тоқшылықта сіз оған толықтай лайықтысыз. Құттықтаймын. Иә, арманыңыздың бәрі іске асады. Иә. Сіз үшін қатты қуаныштымын. Адамдар жақсылыққа жету керек, өйткені бұл өмір, салтымды сөйлесін, бұл өмір әділдіктен жаралған, бұл өмір махаббатқа, шаттыққа өмір сүруге жаралған. Қайғы мұңға емес. Бәрі әділмен дейді. Болыпты, бәрінен әділмен болса. Егер ұзақ уақыт ауырсаңыз, ауруыңыздан айығасыз. Тағы бір алайын да сонымен болды дейді. Мына маған тиктокта жазған бір жаман пікірлер, сол сияқты адамдар шын мәнінде бастары істемейді, бастары жасамайды, бір ауру адамдар. Сіздерге қалай күшті адам, ол әлсіздерді жеңу емес, ол әлсіздерге көмек беру. Көмек керек ба, психологиялық көмек, келіңіздер. Прайс жіберем, сағатына ақша төлейсіздер, толық миыңызды тазалап, өзіңіздің тағдыр жолыңызға енгізіп бере аламын. Егер жоқ ондайға келіспеймін дейтіндер, білмем, тегін психолог, мен білмем, ондай бар ма жоқ па қазір. Бақытты отбасында бар тұғын, бірақ өте нашар психологтар. Олар адам миын емдемек түгілі керісінше күйзеліске түсіріп жібереді, ондайлар. Мынау хейтерларға айтатын ғой, жаман пікір жасатындарға. Шын мәнінде аурусыздар. Өте агрессивті, өмірде мейірім, жақсылық көрмеген. Бірақ сіздерді Құдай жауапты істеді. Білем, жаңа заң шығады цензураға, сіз сияқтыларға штраф, айыппұлда жүреді, жауапты істеді сіздерді. Енді ондай пікірлерді аузына келген оттай беріп, жаман нәрсе жаза бермейсіздер. Қандай арман тілектеріңіз бар, қандай жоспарларыңыз бар, жетесіздер оған. Махаббат дейсіздер ма, махаббат, жұмыс дейсіздер ма, жұмыс, ақша дейсіздер ма, ақша. Не керек қазір сіздің өміріңізге, соған қолыңызды жеткізесіздер. Құдай тойдан айырмасын. Той тәңірдің қазынасы, дей ма? Үй, бала-шаға, ырыс, несібе, пақ шіркін. Бопты осындай той томалақта, осындай махаббатпен, осындай жақсы сарынмен аяқтайық. Аман есен болып тұрыңыздар. Бірдеме айтқым келіп жатқаны, алғыс білдірем ұлы күштерге, ата-баба аруақтарыма,
менин сүйкүмдүү көрөрмендериме кай әлеуметтик желиде көрмесеңиз де сіздерге басым дейіп деп алғыс білдірем. Менімен бірге дамып өсіп жатқандарыңызға мені де дамытып өзгеріс керемет үлкен өзгерістерге, менің жау дұшпандарыма да алғыс білдірем. Мені үлкен өзгерістерге ұшыратқандарына да. Қысқасы айналамдағы да, досқа да дұшпанға да бәріне алғыс.